Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін сіздерге бір видео түсіріп жіберуді шештім. Короче, менде аварийка жанып тұр. 381 мың пробег болды. Андай кереметтей жерде, құдай қаласа. Мына жағым сай, әдем жері. Короче, и мына жағымызда да сай, мынандай әдем жерде. Короче, менде ближний левый фарамен говорит жанбайды. Правый говорит жанбайды. Левый аварийка жанбайды. Аварийка жанып тұрғанның ішінде. Міне левый фара жанбайды. Сөйтем да мен аламын да бұны. Короче, мен нелерді ауыстырды дейсіздер ғой, Мен аварийка жанып тұр, Короче, мен тұрам да бірінші лампочка ауыстырам, ближнийдің лампочкасын. Сөйтсем ближнийім жанбайды. Одан кейін мынау астын ауыстырам, жанбайды. Сөйтем да мына задний габаритті ауыстырам, жанбайды дейсің ғой. Сөйтем да Google'ға кіремін да Google'дан қараймын ғой. Короче, не горит ближний левый фара деп. Chevrolet Cobalt деп. Сөйтсем бір предохранитель екен ғой. Қазір предохранительді көрсетіп жіберейін сіздерге. Короче, салып қойдым предохранительді орнына. Міне осы екі көк 30-дық тұрады екен. Короче, үшінші күйсе левый ближний, левый поворотник, сосын правый говорит жанбай қалады екен. Төртіншісі күйетін болса 30-дық, ол правый, короче, фара, правый поворотник, левый говорит жанбай қалады екен, в общем. Осының кесірінен біраз затты ауыстырып жібергенсің ғой. Міне енді қазір міне правый фарам жанып тұр, міне поворотниктарым жанып тұр. Короче, левый аварийкам жанып тұр. Міне правый говоритім жанып тұр. Міне ішінде андай лед салып тастағансың ғой, аның ішіне. Күйіп кеткен екен деп. Короче, осы бір предохранительмен бір 100-ақ теңге тұрады екен, жақсы предохранитель. Соның кесірінен 4-5 мың теңгенің затын ауыстырып тастадым. Егер сіздерде осындай проблема болып жатса, осы бірінші предохранительді қараңыздар. Егер сіздерде андай предохранитель алатын зат болмаса, мынаны ашсаңыздар, мынаның ішінде мынау предохранитель алатын мынау. Естественно, ана астынан жұлып аласыздар, қайтып саласыздар. Астында баны 30-дық предохранительдерді аламай қойсаңыздар, осының орны осы жерде. Осы жерге саласыздар да орнына қайтып жауып қоя саласыздар. Керек болса предохранительді алу үшін осыны алып қолдансаңыздар болады. Любой Cobalt'тарда болады ол. Кейбіреу білмеуі мүмкін да, аламай ананы плоскоуспен жылмалап басында болды ғой, өзімізде де сондай. Плоскоуспен жылып сөйтіп жүрдік. Шаң болып қалды моторым. Жігіттер, егер ближний фарларың немесе поворотник говориттерің жанбай тұрса, бірінші осылай Chevrolet Cobalt предохранительдік жазасыңдар да, іздейсіңдер, сөйтесіңдер да, мына бірінші тұрғанды басасыңдар, сөйтіп кірет, мынада жоғары көтересіңдер, мына салонның блогы шығады, предохранительдер тұрған. Мына F7, F8 дейді. Осы F7 мен F8 біраз затқа жауап береді екен. Міне F7 левый блок фара, ближний свет, правый задний фонарь, габаритный свет, левый задний фонарь, лампа, сигнал торможения и указатель поворота, лампа указателя поворота и левый блок фар. Короче, на F8 правый блок фара, ближний свет, левый задний фонарь, габаритный свет, правый задний фонарь, лампа, сигнал торможения и указатель поворота, лампа
указатель поворота и правый блок фары, плафон освещения багажника дейді. Короче, біраз нәрсеге жауап береді екен. Осыны бірінші іздеп сөйтіп ауыстыра салатын адаммын ғой. Негізі майда шүйдемді өзім істей беретінмін, өйстіп Google'дан қарап, предохранительдерді тексеріп, тура осыған келген кезде алып, пысықсынып, өзімше біраз заттарды ауыстырған ғой. Сөйтсем осы бір предохранительдің кесірінен, короче, анарда 45 мың теңгенің затын ауыстырып тастадым ғой. Так что осылай іздеп, өздерін қарап, қайсы неге жауап беретінін көріп, сол предохранительдерді ауыстыра берсеңдер болады. Міне, яқта, міне, блок управления, отопление, вентиляция, кондиционер дейді. Мысалы, біздеп қарап, ауыстыра берсеңдер болады. Тіпті таппасаңдар, өзі сөгізде неге апарасыңдар ғой. Электрикқа өзі несін диагностикасын жасап, компьютерына түсіріп, точный диагностика сөгізде жасайды. Бұяқтан таппасаңдар да, егер предохранитель ауыстырдыңдар, болмады, сөгіздер апарасыңдар да. Видеоны толық көргендеріңізге рахмет. Аман сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Подписать етіліп, комментарий жазып, сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Жауап беремін.